көре алмайды, өтірік құрбы. Танымал актриса Қайрат Әділгерейдің әйеліне шүйлікті. Танымал актриса Ақерке арыз. Мөлдір Мұханның киносын сынағандарға үн қатты. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Ақерке арыз. Әнші Бақыт Тұрманның пікірінен кейін келесідей сторис жүктеген. Өтірік құрбы, өтірік жанашыр достардан сізді Құдай сақтасын деймін. Бұл критика емес, көре алмаушылық деп көрдім. Құдай өзі кешірсін. Үлкен әйелдерді түсіне алмайтын шығармын мен. Әлде балалары өсіп кеткен соң іштері пыса ма? Критикасы ұзақ, аяқ жағы ақталу. Менің оқырмандарым, Мөлдір әпкемізге ешкімді тыңдамай, қолдау көрсетейікші. Жұрттар ұйықтай алмай қалсын, деді ол. Айта кетейік, Қайрат Әділгерейдің әйелі Бақыт Тұрман Мөлдір Мұханованың «Шай большом городе» фильмін әбден сынап тастаған еді. Бұл жолғы дау Мөлдір Мұханованың фильміне қатысты сыннан басталып, жеке адамдар арасындағы түсініспеушілікке айналып кеткен сияқты. Бақыт Тұрманның пікірін мен де көрдім. Ол өзінің көзқарасы деп ойлаймын. Кинокритик ретінде емес, көрермен ретінде айтылған субъективті пікір секілді көрінді маған. Бірақ Ақерке арыстың оған жауап беріп, өтірік құрбы, көре алмайды деп шүйлігуі жағдайды одан сайын ушықтыруы мүмкін. Әлеуметтік желідегі әр сөздің салмағы бар, білесіздер. Сондықтан мұндай жеке айыптаулар тек қажетсіз дау тудырып, екі тараптың да абыройына әсер етуі мүмкін. Жалпы алғанда кино немесе кез келген шығармашылық жұмыс талқылауға да, сынға да ашық нәрсе. Біреуге ұнайды, ал біреуге ұнамайды. Бұл қалыпты жағдай. Сол үшін біреуді қызғаныштан, көре алмаушылықтан деп айыптау меніңше дұрыс емес. Мөлдір Мұханованы қолдағысы келетіндер де, фильмді сынайтындар да пікір айтуға құқылы. Ең маңыздысы мәдениетті сақтап, әркімнің ойын құрметтеу. Шынайы қолдау да, шынайы сын да адамды алға дамытады. Ал жеке бастың арасына от жағу ешкімге пайда келмейді.